Армысыз, құрметті көрермен, бұл сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізушісімен Айман Болатқызы. Бүгін біздің студиямызға келіп отырған қонақтармен таныстырайын. Сәтжан Тоғайбайұлы Тойлыбаев, самбо күресінен облыстың аға жаттықтырушысы Айгүл Байқұлова, самбодан әлем чемпионатының күміс жүлдегері және Есет Қуанов, самбодан әлем чемпионатының қола жүлдегері. Біздің студиямызға қош келдіңіздер. Алдымен жеңістеріңіз құтты болсын. Үлкен додалы жиыннан оралып отыр екенсіздер. Қара құрлықты аттарыңызды әлемге біздің Қазақстанның атын танытып келдіңіздер. Сіздерге барша ақтөбеліктердің атынан құттықтауымды қабыл алыңыздар және әрине сіздерге алғысымыз шексіз. Сәтжан Тоғайбайұлы, алдымен өзіңізден сөз кезегін бастайық. Бұл балаларды жаттықтырып, осы спортқа алып келген өзіңіз. Сондықтан жарыс жөнінде бабы мен бағы жарысқан осы балалардың жетістігі жөнінде бізге айтып берсеңіз. Мына 11 мен 16 қараша аралығында мына Марокко елінде Касабланка қаласында самбо күресінен әлем чемпионаты өтті. Онда ерлер мен әйелдер күресті. Сол мына Қазақстан құрама командасына Ақтөбеден бір қыз бала, 3 ер баламыз қатысты. Сонда мына Айгүл Байқұлова қолаға ие болды. Күміс жүлдегері болды. Ама Есет Қуанов қола жүлдеге ие болды. Енді оған дейін оның әлем чемпионатына бару үшін оның алдында Қазақстан чемпионаты өтті. Одан кейін және де әлем кубоктар өтті. Соны ұтып, іріктелген адамдар әлем чемпионатына барды. Қанша мемлекеттен, қанша спортшы болды? Онда 82 мемлекет қатысты. 82 мемлекеттің арасынан 730 спортшылар қатысты. Қазақстан құрамасы? Қазақстан құрама командасы. Қанша адам? Қанша? 8 ерлерден, 8 әйелден, сосын боевойдан 8. Біздің Ақтөбеден? Ақтөбеден, жоқ, және де 82 килограмм салмақта Абдуалиев Бекжан, 100 килограмм салмақта Шоқбұтов Шыңғыс күресті. Олардың жолы болмады, бірінші кездесуінде ұтылды. Мына қыздар Айгүл енді ақтығай қасқа сүйім балды. Айгүл, біз жалпына қазақ өзіміздің жаңағы тәрбиемізге, тумысымыздан қыз балалардың спортпен шолданған әлі күнге шейін осындай жетістікке жетіп жатсақ та таңсық көрінеді. Зілтемір көтеріп жатса да қуанып жатамыз, қыздарымыз күресіп жатса да қуанып жатамыз. Ал өзің сонау Африка еліне барып, күміс жүлдегер атанып келіп отырсың. Сол жақта өткен кімдермен күрестіңіз? Алтын кімге кетіп қалды? Айтып берсеңіз бізге. Бірінші схваткамда әлемнің 3 дүркін чемпионка мирасымен күрестім, россиянка. Оны ұттым. Екінші схватка белорускамен шықтым. Үшінші схватка өзбечкамен шықтым. Төртінші схватка финалда венесуэлкамен шықтым. Бұл қарсыластарыңызбен бұдан бұрын кездесіп көріп беріңіз? Мен дейтін самбодан 2008-де молодежкада күрескем. Өзі чемпион мира болғам. Сосын дзюдоға ауысып кеткем. Дзюдода күресіп, сосын майда белімді ортып алғам. Сол кезде демалып қалғам. Содан кейін барып, самбодан чемпионат мираға бардым. Неліктен күрес? Неліктен бұл спорт таңдадыңыз? Бұл спортқа қалай келдіңіз? Қанша жылдан бері айналысып жатсыз? Бұл спортқа 12 жасымда келдім. Содан бері айналысып келем. Боз кілемде? Әрине. Есет, өзіңізге сөз кезегі. Сіз қола жүлдегер атандыңыз әлем чемпионатында. Бұл да үлкен жетістік. Сіздің жарысыңыз қалай өтті ол жақта? Мен жарысым енді осы қиын болды маған негізі. Осы жарыстың алдында 20 күн бұрын Москвада әлем кубогы өтті. Сол жарыста өзім аяғымды жарақаттандырып алдым. Сол жарақатқа байланысты дұрыс жаттығуларға қатыса алмай қалдым. Тренировкамен. Сол әлем чемпионатына дейін салмағымды ұстап, сондай бір ауыр кезең болып өтті маған осы әлем біріншілігі. Бірінші схваткамде енді қырғыз балуанмен кездесіп,
айқын басымдықпен жеңіске жетіп, келесі схватка Тринидад и Тобаго деген елден келген палуандан басым түстім. Үшінші схватка грузин палуанынан ұтып алдым, грузин палуан. Төртінші схватка Әзербайжан палуанына келген кезде осы жарақатым өзін еске алуға тура келді. Сол кейіп прием әдістерге кірген кезде сол аяғым қайттан жарақатын мазалап, сол дұрыс күресе алмай шамалы сәл ғана басымдықпен жеңісті қолдан жіберіп қойдым. Енді үшінші схватке жайлап үшінші орынға настрой беріп, жаңа ойымды жинақтап, сол бір жағынан уайымдап шығып, сол не істейді екенмін деп, сол үшінші орынға Украин балуанымен шығып, үшінші орынға ие болдым. Сол Бұл жарыста біздің Қазақстан құрамасы екінші жүлделі орын алды. Иә, медаль санымен алғаным уақытта Біздің қоржынымызда қанша медаль бар? 3 алтын, 3 күміс, 2 қола, 8 медальмен бүкіл команда арасында екінші орынға шықтық. Есет, спорттағы алға қойған мақсаттар қандай? Бұл спортқа қалай келдіңіз? Басқа да қандай спорттармен шұғылданып жатырсыз? басқа осы кішкентай кезімде әкем осы дзюдо күресіне алып келген. Осы басында дзюдомен де айналыстық, самбомен де айналыстық. Енді самбо мен дзюдо ол өз бір-біріне ұқсас келген спорт. Мысалы, тек айырмашылығы бұл басында шорты, самбода шорты болады, дзюдода шалбар болады. Киім үлгісі еді. Иә, киім үлгісі. Абай правилалары шамалы, балдары бөлек, абай күрес стиль борьбы деген сияқты барлығы сол бірдей болып келді. Әдіс тәсілдері, ережелері ұқсас келді. Сәтжан Тоғайбайұлы, біздің облысымызда қазір осы самбо күресінен ахуал қалай жалпы? Самбо күресінің қазіргі бұрынғы жетістіктерге қараған уақытта әлемнің 3 дүркін жеңімпазы Шахаров Асхат бар. Осын әлемнің 1 дүркін чемпионы Райса Балиева бар. Осын Азия чемпионы ересектерден Жембаев Алтынбек бар. Және де полицейлер арасындағы әлем чемпионы Қажымұқан Шалтақов бар. Қазіргі мына келетін жастарға келетін болсақ, қазіргі әлем деңгейінде осы біздің оқушыларымыз 4-5 оқушымыз бар. Мына Айгүл сияқты, мына Есет сияқты. Қазіргі мына ертең 25-і Азияның, Атырауда Азияның сборы басталады. Оның чемпионат Азия өтеді. Сонда біздің Ақтөбеден бір қыз бала, 3 ер бала қатысайынып тұр. Қазір жүріп жатқан жұмыстар осы бағытта? Иә, осы бағытта. Бізде де қазір облысымызда облыс спорт комитетінің бастығы Ескендер Шамиліне көп рахметімізді айтамыз. Олар осы қаржыландыру жағынан әр уақытта спортшыларға оң көздерімен қарайды. Бізде қазір болашағынан үміт күтіретін жас спортшыларымыз атап өтсеңіз, кімдер бар бұл спортта қазір жүрген? Мына қазіргі айтатын болсақ, бізде де енді дзюдо, самбо бірге дейміз ғой. Қазір әлемнің рейтинг дейді, әлемнің рейтинг. Олимпиадаға 16-шы мына Бразилияға бару үшін. Сонда мына Рустам Ибраев деген бауырымыз осы бірге қатысады, осылармен бірге. Ол қазір 5-ші тұр әлемде. Енді 1-2 турнир ала қалап өтсе, осы мына Олимпиадаға барады деп отырық. Ол да осы жас кезінде самбо күресінен күресіп чемпион Азия болды. Әлемде жасөспірімдердің арасында 2-ші нөмір болды, 2-ші орын алды, күміс жүлдегері. Ал былай жастарымызды айтатын болсақ, қазіргі кезде осы балдарға кешегі мына Астанада өткен әлем чемпионаты бар ғой, дзюдо. Ол осы балдарға көп жақсылығын тигізді. Сол арқылы қазір мына августте өтті, сентябрьде набор көп болды балдардың. Мына спортқа деген, күреске деген шұғылдануына. Олимпиадаға жалпы қазір спорт түрі енді дзюдо мысалы олимпиада ойынға кіреді. Бір басымдықтар беріліп жатыр ма, қалай дайындалып жатыр балалар бұл спорт түрінен? Дзюдо дегенде бұлай қарап айтатын болсақ, дзюдода қазір әлемде 200 мемлекет айналысады. Өте дзюдо енді футбол бірінші болса, спортта екінші дзюдо болып тұрды. Ал енді олимпиадаға бару деген өте қиын, бірақ әр уақытта да бала тарынды болса, еңбекқор болса, ол бала шығады. Айгүл, Есет, осы жолдан таймаңыздар, біздің байрағымызды
мына төрткүл дүниеде биіктен түсірмеңіздер, сіздерге тілегіміз осы. Сәтжан Тоғайбайұлы, осындай біздің батыр балаларымызды дайындай беріңіздер. Сіздерге бұл да бір шығармашылықтың түрі ғой. Бізде мысалы шығармашылықпен айналыссақ, сіздер де спортта шығармашылықпен айналысасыздар. Сондықтан осы жолда жетістіктерге жете беріңіздер. Әрдайым тек биіктен көрейік сіздерді. Қуанышты хабарларыңызды бізге келіп жеткізіп тұрыңыздар. Әрдайым сіздерге есігіміз ашық. Бүгінге біздің бағдарламамыз осымен тәмам. Құрметті көрермен, бүгін біздің студиямызда болып, біздің сұрақтарымызға жауап берген Сәтжан Тоғайбайұлы Тойлыбаев, самбо күресінен Ақтөбе облысының аға жаттықтырушысы, және Айгүл Байқұлова, Есет Қуановтар, бұлар самбодан әлем чемпионатының күміс және қола жүлдегерлері. Бүгінге осы, амандықта жүздескенше.